Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын шпинат қосылған құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Өте дәруменге бай, ортасына кез келген заттарды салып жей берсеңіздер болады. Мен 2 жұмыртқа алдым. Осыған енді кішкене 2 қасық қант салып жіберемін мен. Қантты қаламасаңыздар, қоспасаңыздар болады. Мына жерде кішкене шым-шым тұз саламын. Үстіне венчикпен жақсылап араластырып алдық. Енді осыған мен мына жерде күріштің ұнын қосамын. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Кішкене жылы сүт құйып жібереміз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Мен мына жерде күріштің ұнын қостым. Шайын қоса берсеңіздер де болады. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Мына жерде мен шпинатымды дайындап алдым, жуып тазалап. Енді осыны блендерден өткізіп аламыз. Шпинатымызды блендерден жақсылап өткізіп алдық. Енді қамырымызға салып, осыны жақсылап араластырып аламыз. Осыған сұйық май қосамыз, 2 қасық. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Енді құймағымызды пісіре берсек болады. Тапамызға жайлап жұқалап май жағып аламыз. Асты жабысып қалмас үшін. Қысып тұрған тапамызға салып алдық.